Талап Сұлтанбеков «Ғажайып планета». Биолог Туранов, сіз өз пікіріңізді кесіп айтсаңызшы. Қараптан-қарап отырып дағдарып қалдық қой. Осылай отыра береміз бе? Жоқ әлде тысқа шығып өлеміз бе? Байқоңыр 12 космос кемесінің командирі Елшібек Оразов креслода шалқалап жатқан биологқа осылайша шүйлікті. Туранов көзін тарс жұмып сұлық жатыр. Оның қалың ой арпалысында жатқанын сезу онша қиын еместі. Ол ақырын жыбырлап көзін ашты да кеудесін көтеріп отырды. Байқоңырдың барлық экипажы мұны қаумалап тұр. Бәрінің де жанарында бұлыңғыр үміт ізі. Байқоңыр болса, космос әлемінің бір белгісіз түкпіріндегі әлдеқандай жұмбақ сырлы сарғыш планетаның тұтқыны. Кеме экипаждарының бұл планетаның үстінде шығу-шықпау жөніндегі айтыс-таласы, пікір алысуы бір тәуліктен бері толассыз. Экипаж мүшелері түгел дерлік шаршап шалдыққан. Ойда жоқта кез болып, басқа түскен сергелдең бұларды бір мезгіл асып састырып, абыржытса, енді бірде көңілдеріне қаяу түсіріп, жабырқатқандай. Әркім өз ойымен әуре. Командирдің аты командир ғой. Қалай бұйрық берсе, басқасы солай жүрмек. Не дер екен қазір мына ғалым? Бұл жерде экипаждың барлық мүшесі бірдей жабырқаулы деуіміз артықтау да болар. Өйткені кемеде 5-ші мүшеде бар болатын. Ол кеудесін шамасынша керіп көңілді тұр. Екі көзі жасыл от шашып жарқ-жұрқ етеді. Бұл жасанды адам физиомеханикалық кибер еді. Кибер маңдайдап басып тақап келді. Қастерлім, деді ол биологтың иығына қолын салып. Оның әрқашан осылай сөйлейтін әдет еді. Сіздер мұнамен болмағанда, бағанағы космос айдаһарының аузына түсіп, тәтті тағамға айналған болар едіңіздер. Мен білмейтін өнер сіздерде мол. Бірақ осы бір қызықты жұмбаққа миларыңыз қалайша жетпей тұр? Оның үні электронды музыкадағыдай әсем де нәзік естілді. Бұл кибер түп табиғатында әзілқой болып жаратылғанды. Оның кез келген нәрсені әзілге айналдыратынын космонавтар жақсы біледі. Сол себепті ешкім тіс жармады. Барлығының көзі Турановта. Биологтың көз алдынан кешегі бір ғажап оқиға тізбектеліп өтіп шықты. Байқоңыр 12 өзіне жүктелген тапсырманы ойдағыдай орындап, тұңғиық жұлдыздар жүйесінен екпіндей көтеріліп, орталық космос станциясының мекен тұрғынына қарап аппақ жұлдыздай заулап келе жатыр еді. Экипаж кемедегі жұмыстың бәрін автокосмонавтқа жүктеп, 3 айлық терең ұйқыға кеткенді. Мұндай алыс жолдарда космонавтар анабиоздық ұйқыда өткізеді ғой. Әйтпесе, жүздеген жылдарға созылған космостық саяхатқа олардың өмірі жете ме? Байқоңыр 12 кемесі мылқау тыныштықта космос әлемін тіліп, үнсіз жүзіп келеді. Ең ақыры әзілқой киберде шешініп жатып қалған. Кенет апат аппаратының кернейі сарнап қоя берді. Байқоңыр 12 жүрісін баяулатып, кібіртіктеп қалыпты. Бұған алдымен кибер оянды. Ол жан ұшыра жүгіріп, механик Осиповты жұлқылады. Әп сәтте бүкіл экипаж аяғынан тік тұрды. Осипов электронды миды іске қосты. Не боп қалды? Жанар отын секциясында апат. Қауіптілігі қандай? Байқоңырға міндетті түрде қону керек. Оразов электронды мидан координатты сұрады. Электронды ми өз экранына космос картасын жайып салды. Экипаж мүшелері әлем картасына үңілді. Байқоңырдың келе жатқан жері от жебе болып жарқырайды. Ұлан асыр космос мұхиты. Галактикалық жеке-жеке жұлдыз жүйелері шоқ-шоқ болып шашылып жатыр. Оқта-текте космос аралдары жеке-жеке дөңгелек оттар, құйрықты жұлдыздар көзге шалынады. Қайда тарту керек? Оразов Байқоңырдың жолына ең таяу деген қос жұлдыз шоғырына бұрылуға ұйғарды. Ол небәрі 17 планетадан құралған. Қос жұлдыз егіз күндер іспеттес.
Екеуінің дәл ортасында орбита сызып, бір алып сарғыш планета айналып жүр. 2 күн ата-анасы, ал ана планета олардың кенжесі тәрізді. 2 шырақтың нұрлы сәулесіне бөленіп, ерекше жарқылдайды. Бүкіл әлемді тартылыс заңының ең бір ғажап қасиетін бір өзі пайдаланып тұрғандай. Қай жағында болсын, мәңгі жарық, біркелкі мәңгілік температура. Шіркін, үстінде өмір бар ма екен, жоқ па екен? Оразов Байқоңырды дәл осы планетаға бағыттады. Экипаж мүшелері үнсіз ишаратпен бұл шешімді мақұлдағандай. Тек ерке кейбір алақанын соққылап қуанып қалды. Алақай, жаңа планета көреміз. Оның бұл қуанышы орынды да еді. Оған себеп космос заңы бұлжымас қатал заң. Қандай бір экспедиция болмасын, орталық космос станциясының бұйрығына сөзсіз бағынуы тиіс. Айрықша бір төтенше жағдай болмаса, белгіленген маршруттан ауытқуға ешкімнің правасы жоқ. Оразовтың орталық космос станциясымен байланысуға уақыты болмады. Электронды ми аса бір үлкен қауіп болмаса, космос кемесіне қонуы керек екенін айтпайды. Экспедиция жинап қойған материалдар өте құнды еді. Оны аман-есен адамзат ұрпағына жеткізу бұлжымас борыш. Тура жолдан ауытқудың кесапаты молақ. Кеме уақыттан ұтылады, жанар отыны таусылады. Оразов мұның бәрін іштей мықтап сезінді. Алайда шешім біреу ғана болуы тиіс. Ол Байқоңырды және оның жиған материалдарын қайткен күнде аман сақтап қалу. Экипаж мүшелері әр қайсысы өзінің жұмыс орнында. Жиған терген материалдарды сұрыптап, космостық қобдиша ракеталарға салып жатыр. Байқоңыр ана-мынау боп кетсе, материалдар өлмесін. Бәрінің ойы осы. Автокосмонавт Байқоңырды ерекше ептілік пен жұлдыз атмосферасына алып кірді. Міне сарғыш планета өрісі. Гравитамашина планетаның тартылыс күші сферасын сезіне бастады. Байқоңыр жүрісін баяулатып, орбита таңдай бастады. Жұрттың көзі дүрбілі иллюминаторда. Байқоңыр планетаның ең шеткі орбитасына еркін енді де оның спутнигіне айналды. Сол кезде күтпеген жерден қызық құбылыстар басталды. Байқоңыр орбитаға түсісімен жан-жақтан метеорит тәріздес ұсақ денелер жауып кетті. Кәдімгі жер үстіндегі адамды бас салатын шыбын-шіркей тәрізді. Қозғалыстардан да ешбір заңдылық жоқ. Жапырлап ұшып тұс-тұстан Байқоңырды соққылап құлап жатыр. Бірінші болып айқайлап жіберген кеме биологы Туранов болды. Жолдастар, құттықтаймын мен сіздерді. Сіздер адамзат тарихында тұңғыш рет жанды метеориттер жауынын көріп тұрсыздар. Кибер, дереу биомагнитті іске қос, деп дауыстап жіберді. Осы кезде Кибер астыңғы отсектен сүйретіп бірнеше сүлік тәріздес жанды заттарды әкеліп тастай салды. Қастерлім Туранов, мен сіздің осындай бұйрығыңыздың болатынын алдын ала бал ашып біліп едім. Биомагнит сізге тамаша космос балықтарын ұстап берді. Кәнекей, ауыз тиіп көрейікші, деді ол. Экипаж мүшелері жапырлай жүгірісіп космос сүліктерін көре бастады. Мәриям резина қолбағын киіп те үлгеріпті. Жүгіріп келіп ұстай алды да жиіркеніп тастай салды. Кибер-ау, мынау біреулерің ішке кірмей жатып өліп қалды ғой. Космос балықтары расында тұяқ серіппей тарамысша тартылып қалды. Денелерінен жасыл сұйық бөлініп жатыр. Туранов бірнеше шыны сауыт әкеліп, жалма-жан жаңағы сұйықты құйып алып жатыр. Сұйық сусыма кілегей іспетті. Сынапша толқып ұстатар емес.
Сұйықтарды құйып алғаннан кейін биолог бұйрық берді. Мына балықтар шығарылып тасталсын. Орнын отқа күйдіріп тазалаңдар. Нендей жұқпалы ауру әкелгенін қайдан білеміз? Кеменің қорғаныш қалқанын шығару керек. Бір кезде кеме командирі Оразовтың көзі электрон телескопта еді. Кенет ол шалқасынан түсе жаздап кері бұрылды. Тұранов, бері кел. Мынау не сұмдық? Планета дөңбекшіп жыбырлайды ғой. Бетінде бейне бір үлкен дауыл тұрып, астан кестеңін шығарып жатқан сияқты. Міне, бізге қарата бір снаряд ұшып келеді. Сақтаныңдар, жанды торпеда. Тұранов телескопқа жетіп үлгермеді. Әлде қандай бір күшті әсерінен көзі қарауытып, құлап түсті. Барлық сезгені, өне бойын, барлық ерік күшін ғажайып бір сиқыр билеп, тәтті ұйқыға бөленіп бара жатқандай. Тұла бойын ыстық жалын шарпып, түпсіз шыңырау апанға тұншықтырып әкетіп барады. Ең соңғы көзін ашқанда көргені басқа экипаж мүшелері де құлап жатыр екен. Ол бұлқынып кеудесін басқан ұйқыны таратуға әрекет жасап көрді. Бірақ белгісіз бір күш тұқыртып әкете берді. Соңғы минутта ол енді халіміз не болды деген оймен жан ұшыра бір талпыны да сұлық жатып қалды. Міне, ол қайтадан достарының ортасында. Байқоңыр өз еркінен тыс жаңағы бөгде планетаның үстіне қонған екен. Космонавтар өздері бейне бір тұтқын кейпінде сезінді. Барлығы да аурудан жаңа тұрғандай, жүздері сынық, көңілсіз. Тек жалғыз Кибер ғана жабырқар емес. Масайрап ортада тұр. Әңгімесін қайта саңғырлап айтып тауыса алмайды. Бір кезде қарасам, бәрің бірдей сұлап жатырсың. Дереу электрондық миды бұрай қойдым. Ол Байқоңырды шұғыл қондыру керек. 1 секунд кешіксе, кеме алып биомагнитті аузына деді. Содан кейінгісі автокосмонавт жасады. Кеме торпедаға соқтықпай маневр жасап жалт берді. Бірақ торпеда жаны бар аң сияқты екен. Бізді қуалап, найзағайдай атқылады. Кеменің қорғаныс қалқаны сытырлап, сөгіліп кеткендей көрінді. Дегенмен, кеменің ішіне белгісіз бір күшті толқындар енген болуға тиіс. Сіздердің талып қалу себептеріңіз содан ба деп ойлаймын. Халіміз тым мүшкіл болуға айналған соң, мен атом зеңбірегінен сәуле семсерін сілтедім. Сол-ақ екен, жанды торпеда қақ бөлініп, төмен қарай құлады. Автокосмонавт бұдан кейін біздің кемені бөгде планетаның атмосферасына баяу алып кірді. Қонуымыз да ешбір қиындықсыз өтті, деп аяқтады әңгімесін Кибер. Планетаның табиғаты өте қызық екен. Кеменің үлкен телеэкраннан ойлы-қырлы сарғыш алқап көрінді. Бір ғажабы, кілемнің түгіндей ғана шөп тәріздес бірдеңе ескен тақыр дүние. Тек оқта-текте ғана арқан жіп сияқты шубалған ағаштар бой созып шайқалады. Мариям теледірбімен жан-жақты түгел шулап қарап шықты. Көңілсіз де қорқынышты. Алғашында қарайған тас сияқты бірдеңелер қарауытып жатыр еді, кейін олардың бәрі зым-зия болып ұшып кетті. Олардың жаны бар хайуанаттар екені айдан анық. Сезім мүшелері де ерекше дамыған, томпаңдаған борсық тәрізді. Бұл планетаның қос күні де бізден жақтың күніндей кішкентай екен деп ойлады Мариям. Сол сәтте оның жүрегі дүрсілдеп өзінің үйреншікті жерін сағынды. Планета атмосферасы жөңкіліп жүрген сүрік тәрізді құстарға толы. Кәдімгі бір мұхит сияқты дөңбекшіп, шалқып, толқын атып жатқандай. Әредік жарқылдап от шығады. Бейне бір бұлтсыз күнгі найзағай іспетті. Шындығына келсек, космонавтар мұндай жағдайға душар боламыз деп мүлде ойламағанды. Үстеріндегі скафандрлардың биотокқа қарсы күресер қорғанышы жоқ. Алып шыққан биомагнит аппаратының қуаты да мына планетада түкке аспай қалды. Мәселе биологқа келіп тірелді. Экипаж мүшелері Тұрановтың аузына қарады. Биолог ғалым Байқоңыр 12 қонғаннан кейін планета табиғатынан
көптеген үлгілер жинап зерттеулер жүргізген болатын. Ол орнынан тұрды да биоанықтауыш электрондық машинадан соңғы информацияларды алды. Өзінде сабырлылық, терең ойлылық нышаны сезіледі. Мәриям Тұрановтың жүзіне мұңая қарап отыр.